Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Менің аты жөнім Жұмаділда Елдос Қуандықұлы. Нұр Мубарак университетінің Ақида факультетінің 4-ші курс студентімін. Құрметті бауырлар, сіздерге мәлім, маусым айының басында сәләфизм-уахабизм ағымының белсенді насихаттаушысы Дарын Мубаровтың Ерсая есімді шәкірті Ризабек Батталұлының Құран экзегетикасы атты кітабындағы кейбір аударылған сөздер дұрыс емес деп интернет кеңістігіне аудио бейнетаспа шығарған болатын. Осы бейнетаспада Ерсая Ризабек Батталұлымен кездескенін айтып, кездесу барысында имам Табаридің Мүлк сүресінің 16-шы аят тәпсіріне жасалған аудармасына қахар сөзін автор өз тарапынан түсіндірме ретінде қосқан дей келіп, авторды, яғни Ризабек Батталұлын имам Табари жазбаған сөзді қосып бұрмалады деген айып таққан болады. Осы орайда аталмыш мәселенің мәнісін түсіндіру мақсатында Ерсая бауырымыздың уәжіне дәлел дәйектер келтіре отырып, оның айтқан сөздерінің еш шындыққа жанаспайтындығын көрсеткіміз келіп отыр. Мәселенің мәнісі мынадай. Менің атым Ерсая болады, Ерсая Қайратұлы. Мен Ризабек Батталұлы деген кісімен кездескен едім. Оның мұсылмандардың арасында таралып жатқан Құран экзегетикасы деген кітабы бар. Сол кітаптың 56-шы бетінде ол имам Абу Джафар ат-Табаридің Мүлк сүресінің 16-17 аяттарына берген тәпсірін қазақшаға аударыпты. Имам Джафар ат-Табари «Мән фиссама», яғни аспандағыдан деген сөзге «Вахуаллах», ол Алла деп тәпсір берген. Аспандағыдан қауіпсіз екендіктеріне сенімдісіңдер ме деген сөзге имам ат-Табари Алладан қауіпсіз екендіктеріне сенімдісіңдер ме деп тәпсір берген. Ал Ризабек Алладан емес, Алладың қахарынан деп қахары деген сөзді қосты. Арабшасында қахары деген сөз жоқ. Кейін мен Ризабекпен кездескенде сұрадым. Сен мынау имам Абу Джафар ат-Табаридің тәпсірін құр аудардың ба, әлде оған түсіндірме бердің бе деп. Ол айтты, мен оны аудардым деді. Сонда мен одан сұрадым. Онда арабшасынан қахар деген сөз тауып берші дедім. Ол айтты, жоқ деді. Арабшасында қахар деген сөз жоқ. Яғни өзінен қосқан. Сонда мен сұрадым, неге бұл сөзді қостың деп, ол айтты, енді түсіндіру керек қой дейді. Біріншіден, мәтіндегі ол Алла деген сөзді Алладан деп тікелей аударма жасауда немесе Алланың қахарынан, азабынан деп түсіндірме берудің еш айырмашылығы жоқ. Себебі араб тілі немесе басқа тіл болсын, кейбір сөйлемдер екінші бір тілге тікелей аударылмайды. Керісінше, түсіндірме сөздер қосу арқылы аударылады немесе ұғым беріледі. Бұл бір тілдің екінші бір тілге аудару стилистикасы болып табылады. Мысалы, хадисте келгендей «Фазфар бидати дин тарибат ядак» сөзі тікелей аударылмайды. Себебі оның негізгі мағынасы «Ла соқта бит тураб», яғни екі қолыңды топыраққа үйке деген дөрекі ұғымды білдіреді. Сондықтан аталмыш сөздің қолданыстағы балама мағынасына айтылады. Яғни адамды жақсы бір іске қызықтыру, итермелеу ұғымында қолданылады. Екіншіден, Алланың қахарынан деп имам Табаридің сөзіне аударма немесе түсіндірме беру хақ жолды ұстанушы ахли сунна уәл жамағат мұсылмандарының наным сеніміне еш қайшы келмейді. Керісінше, олар осы ұстанымды қуаттайды. Мысалы, Матруди сенім мектебінің әдістемелік негізін қалаушы имам Матруди осы аяттың тәпсірінде аспандағыдан деген сөзге билігі, мүлкі аспанда болған деп түсіндіреді. Имам Абулайса Самарқанди өзінің тәпсірінде аспандағыдан деген сөзге жазасы аспанда болғанға деген мағына береді. Имам Фахруддин Ар-Рази өзінің тәпсірінде аспандағыдан сөзіне байланысты бірнеше көзқарас бар. Соның бірі азабы аспанда болғанға деп түсіндірген. Үшіншіден, Ризабек Батталұлы Ерсаямен кездесу барысында қахар сөзінің түсіндірме сөз ретінде қолданылғандығын, сондай-ақ мәтінде келмегендігін ашық айтып отыр. Алланың қаһарынан
қауіпсіз екендіктеріңе сенімдісіңдер ме? Сөйлеміндегі қаһарнан сөзі редакциялық тұрғыдан жақшаның ішінде көрсетілуі керек екендігін автордың өзі теріске шығарып отырған жоқ. Міне, көріп отырғаныңыздай, аспандағыдан деген сөзді Алланың қаһарнан деп мағына беру аударма тұрғысынан да, түсіндірме тұрғысынан да ахли сунна уәл жамағат ғалымдарының тарапынан келісілген ортақ түсінік. Сондықтан Ерсаяның Ризабек Батталұлына таққан айыбы еш орынсыз. Негізі бұл жерде Ерсаяның өзінің ұстазы Дарын Мұбаровты ақтай отырып, Ризабек Батталұлын тыңдармандарға өтірікші етіп көрсеткісі келгендігі анық көрініп тұр. Осы бейнетаспада Ерсая дәлелсіз өзінің ой тұрғысынан кейбір қате тұжырымдарға жол бергенін байқауға болады. Мәселенің мәнісі мынадай. Сондықтан адам біреуді кәддәп дегенше негізі бірінші өзіне қарап алған жақсы. Әрине, егер ол имам Абу Джафар ат-Табаридің тәпсірін түсіндірмей құр таза аударғанда, олардың ақидасына сәйкес болмаушы еді. Бірақ енді олардың ақидасына сәйкес келмейді деп, оны өзгертуге, қаһар деген сөзді қосуға хақылар жоқ еді. Одан да имам Джафар ат-Табаридің тәпсірін келтірмей қойғаны дұрысырақ болар еді. Ерсаяның тұжырымы бойынша Ризабек Батталұлы еш негізсіз Дарын Мұбаровты кәззәб, яғни өтірікші деп айып таққан. Осы тұрғыдан Ризабек Батталұлы имам Табаридің айтпаған сөзін айтты дей отырып, оны өтірікші деп жалған кінә тағу арқылы ұстазы Дарын Мұбаровты ақтап алу еді. Біріншіден, Ерсаяның аудармаға байланысты Ризабек Батталұлын өтірікші деп айыптауы еш негізсіз. Себебі имам Табаридің айтпаған сөзін айтты деп отырған жоқ. Керісінше, имамның сөзіне тілдің стилистикалық тұрғысынан түсіндірме, мағына бергендігін ашық мойындап отыр. Ерсая Ризабек Батталұлының аудардым, кейін түсіндіру керек қой деген тұжырымдамасын негізге алып, біреуді өтірікші деуден бұрын аударма кезінде кейбір сөздердің мағынасын ашу мақсатында түсіндірме жасалатындығын жасырмай айту керек еді. Бұны Ерсая жақсы біледі. Екіншіден, Ерсаяның егер олар имам Табаридің сөзін Алладан деп аударғанда, олардың ақидасына тура келмейді деуі Ерсаяның және ұстазы Дарын Мұбаровтың кім екендігін және қандай бағыттағы адам екендігін ашық аңғартып отыр. Ерсаяның олар деп отырғаны кімдер? Бірінші, елбасымыздың саяси мәлімдемесіне жүгінетін болсақ, біздің еліміздегі дәстүрлі исламның мойындалған жалғыз ғана құрылымы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Екіншіден, 13 ғасырдан астам уақыт дәстүрлі исламды, яғни ахли сунна уәл жамағат бағытын ұстанып, хақ дінді біздерге аман есетін жеткізген ата-бабаларымыз. Үшіншіден, 14 ғасырлық ислам тарихының 11 ғасырын қамтитын, бүгінгі таңда мұсылмандардың 85-90%-ын құрайтын Матруди және Ашғари сенім мектептері. Төртіншіден, алғашқы 3 ғасырға кіретін сәләфус салихтар. Ерсаяның олар және олардың сенімі деп отырғаны міне осылар ағайын. Сонда Ерсая кім? Және ол дін мәселесінде кімнің жолын ұстанады? Бірінші, Ерсая сәләфизм, уахабизм ағымның насихаттаушысы Дарын Мұбаровтың тікелей шәкірті. Сәләфизм, уахабизм ағымын таратушы кешегі мен бүгінгі Альбани, Ибн Баз, Усаймин, Хумайфи, Фаузан, Арифи, Мухаммад Хасан, Исхақ Хуайни сынды тұлғалардың ізбасары. Үшіншіден, сәләфизм, уахабизм ағымның негізін қалаушы, мұсылмандарды қалай тәкфирге шығарудың жолын көрсетуші Мұхаммад бин Абдул-Вахабтың сенім және фиқ мазхабын ұстанушы. Төртіншіден, сондай-ақ ахли сунна уәл жамағатқа сенім және шариғат тұрғысынан көп мәселелерді қайшы келген Ибн Таймияның әрі оның шәкірті Ибн Қойым әл-Джаузияның діни қағидаларын, канондық ұстанымдарын негізге алушы. Міне, Ерсая
осы аты аталған адамдардың діни қағидаларын, ережелерін ұстағандықтан өздерімен келіспегендерді олар деп айрандай үйіп отырған қазақстандық мұсылмандарды діни сұрақтарда бөліп, қоғамда фитна таратып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақида мәселесіндегі ұстанымдарын айыптауының мәнісі осында. Ал енді сәләфизм, уахабизм ағымының сенім жүйесіне келетін болсақ, ол мынадай. Алла тағала затымен аспанда, Алла аршының үстіне затымен орныққан, түннің 1/3 бөлігінде аршыдан аспан әлеміне затымен түседі, аспан әлеміне затымен түскенде аршы босайды. Алланың 2 қолы бар, екеуі де оң қол. 2 қолында 5 саусағы бар, жүзі бар, жүзінде 2 көзі бар, 2 балтыры, 2 табаны бар. 2 табанын тозаққа салғанда күймейді. Алланың шегі бар, яғни әр тараптан шектеулі деген сенімде. Осыдан кейін кімде-кім аталмыш сенімде болмаса, онда ол адам олар деп жасанды түрде шеттетіледі де, және сенім мәселелерінде адасқан болып есептелінеді. Тіпті Ерсаяның ұстазы Дарын Мубаровтың сөзіне салсаң, дұрыс сенім жетпегендерді, сондай-ақ дұрыс сенім жетіп, оны қабылдаудан бас тартқан болса, кәпір деп айтуға болатындар. Үшіншіден, Имам Табари Мүлк сүресінің 16-17 аяттарындағы мән фиссама, яғни аспандағы сөзіне Алла деп тәпсір берген. Бұл тәпсірден Ерсая айтқандай, аспандағы Алла деген ұғым шықпайды. Себебі Имам Табари Тоха сүресінің 5 аятына берген түсіндірмесінде Алланың аршыға истауа ету сөз тіркесін тікелей ұғымда емес, керісінше астарлы ұғымда, яғни тәуил ұғымында, яғни аспандардан сұлтандық басшылық ету арқылы жоғары болды, жылжу, қозғалу мағынасында емес деп тәпсірлеп, Алланы тікелей аспанда немесе аршыда отыр деп айтудың дұрыс еместігін тайға таңба басқандай ашық жазған. Имам Табари Мүлк сүресінің 16-17 аяттарының кәпірлерге байланысты айтылғандығын келтіреді. Өйткені кәпірлердің сенімі бойынша Құдай аспанда. Бұл жайында Имам Ар-Рази Мүлк сүресінің 16-17 аяттарына берген тәпсірінде кезінде арабтардың кейбірі Құдайдың бар екендігін мойындаған, бірақ мушаббихалар, яғни Алланы жаратылысқа ұқсатушылар секілді, Алланы аспанда деп сенген. Сондықтан Алла тағала оларға, яғни кәпірлерге, Құдай аспанда деп отырған сөздеріңді мойындайсыңдар ма деп тәпсірлейді. Түйін, Ерсаяның жоғарыда көтерілген мәселелерді талдау барысында тыңдармандарға Ахли сунна уал жамаат ғалымдарының сеніміне қайшы келетін түсінікті жеткізгендігі білініп тұр. Егер Имам Табаридің аталмыш аяттарға берген тәпсірі Ерсаяның және оның ұстазы Дарын Мубаровтың ұстанымына сай болса, онда Имам Табаридің осы мәселеге қатысты Тоға сүресінің 5 аяты, Ағраф сүресінің 54 аяты, тағы да басқа аяттарға жасаған тәпсірін тыңдармандар назарына толық ашып көрсетіп жеткізуі керек еді. Бірақ Ерсая басқа да аяттар тәпсірімен толыққанды ашып тыңдармандарға жеткізе алмайды. Себебі осы тақырыпқа, яғни фиссама, истауа мәселесіне қатысты басқа да аяттарға Имам Табаридің жасаған тәпсірін зерттейтін болсақ, онда Имам Табаридің аталмыш аяттарға берген түсіндірмесі, Ерсаяның және оның ұстазы Дарын Мубаровтың және шет елдегі сәләфизм, уахабизм ағымның беделді шейхтарының ұстанымдарына антагонистік түрде қарама-қайшы екендігіне көзіміз жетеді.